Баршаңызға сәлем. Бүгін синабон дайындаймыз. Жұмыртқаға жылы сүт, қант, ерітілген сармай, тұз, дрож және ұн салып, қамыр илейміз. Қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1,5 сағатқа қоямыз. Ашыған қамырымызды 4 бұрышты ғып жайып, бетіне жұмсақ сармай жағамыз. Қант пен корицаны араластырып, бетіне сеуіп шығамыз. Қамырымызды рулетке ұқсап орап, оны жіппен бөліктерге бөліп шығамыз. Кәдімгі жіппен бөлген өте ыңғайлы. Сармаймен майланған табамызға синабондарды қойып шығамыз. Оның бетін жауып, 10-15 минут көтерілгенін күтеміз. Алдын ала бетіне начинкасын дайындап қоямыз. Сүзбеге қаймақ салып, қант ұнтағын салып, араластырамыз. Көтерілген синабонымызды пешке 180 градусқа пісіріп аламыз. Ыстық күйде бетіне начинкасын жағамыз. Ас болсын. Мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.